Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Арай. Бүгін 5 минутта дайын болатын пайдалы таңғы ас дайындаймыз. Ең алдымен ыдысқа 1 жұмыртқа, 2 грамм қант алмастырғыш немесе 1 шай қасық бал, кокос ұнтағын қосып, араластырамыз. Үстіне сүт, жүгері ұнын немесе күріш ұнын қопсытқыш қосып, жақсылап араластырамыз. Менде арнайы микроволновкаға арналған кішкентай форма. Оған сұйық массаны құйып, микроволновкада 3 минут пісіреміз. Алдын ала 33% клейгейді газда қайнатып алдым. Оған 2 бөлік шоколад қосып, ерігенше дейін араластырамыз. Кексті аударып, үстіне шоколадты глазурды жағамыз. Үстін кокос ұнтағымен әсемдедім. Енді ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша жеміс жидекпен де әсемдесе болады. ПП таңғы асымыз дайын, өте тойымды, дәмді шықты және тез дайындалады. Егер видео ұнаса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.